Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Бүгін мен сіздермен бірге гуйру лагманның қамырын жасайтын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп шығыңыздар. Ал кеттік, бисмилля. Мен бұл жерде 2 порцияға жететіндей рецепті көрсетемін. 300 грамм ұнға 100 грамм су аламыз, бөлек стаканға. Оған 1 жұмыртқаны және де шымшымдап тұзымызды қосып, әбден араластырып аламыз. Араласқан суымызды ұнымызға бөліп құйып отырып, өте қатты қамыр илейміз. Қыздар, қамырымыз қатты болуы міндетті, жұмсақ болып кетпеу керек. Өйткені жұмсақ қамыр илейтін болсаңыз, лагман жасау барысында қамырыңыз үзіліп, және де созылып, жіңішке болып кетуі мүмкін. Достар, осы жерде мен сіздерден егер каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып, лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Бұл менің каналым даму үшін өте маңызды. Ал сіз үшін ешқандай әуресі жоқ, 5 секундтық жұмыс деп ойлаймын. Сондықтан да мені қолдап отырыңыздар, сізге өте риза болар едім. Енді біз қатты болып иленген қамырымызды пакетке қаптап, осылай табағымызды төңкеріп 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымызға қайта оралып, видеода көріп тұрғаныңыздай қолмен басып жұмсартып аламыз. Сосын оқтаумен көп емес, аз ғана жаямыз. 1 сантиметрдің көлемінде қалыңдықта болу керек. Енді бұл қамырымызды видеода көріп тұрғаныңыздай 2 сантиметрдің көлемінде ұзынша алып кесіп шығамыз осылай. Сосын міндетті түрде майлап, пакетімізге сиятындай қылып жинақтап, пакетімізге салып, тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минутымыз өтті, қамырымызға қайтып ораламыз. Осы жерде артық күш салудың қажеті жоқ, жұқартып алмаңыз. Ең бастысы біз бұл жерде қамырға дөңгелек форма береміз. Осы лагманымыз 1 сантиметрдің жобасындай қалың болу керек. Енді бұны бойын алу үшін видеода көріп тұрғаныңыздай тарелкаға аздап қана май жағамыз. Және де дәл видеодағыдай қамырымызды орап қоямыз. Сұйық майын өте жұқа қылып жағамыз. Сұйық майы шылқып кетуге болмайды. Ол кейіннен қамырыңызды, лагманыңызды, яғни дөңгелек формаға жасайтын кезде кедергі болады. Егер сізге видео ұнап жатқан болса, маған лайк басып, әлі каналыма жазылмаған болсаңыз, жазылып, қолдап отыруыңызды сұраймын. Сонымен қатар қоңырау шанында басып қойыңыз. Сіздерге өте пайдалы әрі қызықты көптеген рецептілерді шығарып отырамын. Мінекей бірінші қатар төселді, енді екінші қатарын үстіне дәл осылай тағы да орап қоямыз. Және де өте жұқалап май жағамыз. Енді тарелкамыз төңкеріп, ең бірінші жасалған лагманымызды алып, жіңішкелетеміз. Мінекей видеода мен әрі қалай жасап көрсетіп жатырмын. Сізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыз ғой. Дәл осыдан гуйру лагман дайындаған болатынмын. Ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдырып кетемін. Қарап шықсаңыз болады. Енді видеода көріп тұрғаныңыздай 2 лагманның шетін біріктіріп, қолымызға ілдіріп аламыз да, барлығын жинақтаймыз және де ұрғылап жіңішкелетеміз. Мінекей біздің лагманымыз дайын. Сосын оны жеуге ыңғайлы болу үшін 3 бөлікке бөліп аламын. Және де бұл лагмандарымызды пакетке салып, майлап, морозилькаге салып қоямыз. Мінекей үй жағдайында лагманды мен осылай дайындаймын. Сізге видео ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға көп рахмет.